құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыбымызда натурал көрсеткіш дәреже ұғымымен танысамыз. Яғни анықтамасы. А санының n дәрежесі деп әрбір a-ға тең n көбейткішті айтамыз. Бізге өрнек берілсін a-ның n дәрежесі. Бұл жердегі a негізі деп аталады, n дәреже көрсеткіші деп аталады. A-ны n рет бір-біріне өзіне көбейткенге тең. Енді бұған мысал қарастырайық. A-ның кубы болсын мысалға. Бұл деген сөз a-ны 3 рет жазғанға тең. Келесі 2-ның кубы. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейткенмен тең. Ол 8-ге тең. Енді алгебралық өрнектерді қарастырайық. X көбейткен y-дің 4 дәрежесі. Бұл деген сөз x y-ді өз-өзіне 4 рет көбейткенмен тең. Енді ода күрделірек дәрежені қарастырайық. X плюс y-дің квадраты. Бұл деген сөз бұл өрнектің өз-өзіне 2 рет көбейткенге тең. X плюс y көбейтілген x плюс y. Енді біз бүгінгі сабағымызда натурал көрсеткіш дәрежелерінің қасиеттерін қарастырамыз. Мына 7 қасиетті. Осы қасиеттерге жеке-жеке тоқталайық әрқайсына. Бірінші, кез келген санның бір дәрежесі деген сөз бұл өзіне тең. Сол санның оны қайдан шығып жатқанын тексеріп көрейік. Бастапқы біздің анықтамаға қайтадан ораламыз. A-ның n дәрежесі дегеніміз A-ны өз-өзіне n рет көбейткенге тең еді. Ал A-ның кубы өз-өзіне A-ны 3 рет, яғни санды. Санның квадраты ол деген сол санды өз-өзіне 2 рет көбейткенмен тең. Ал A-ның бір дәрежесі деген сөз ол A-ны бір-ақ рет көбейткен. Ол деген сөз A-ның бір дәрежесі тең A-ға тең деген. Яғни біздің A-ның бір дәрежесі кез келген санның бір дәрежесі өзіне тең деген қасиет орындалып тұр мына жерде. Бірдің кез келген дәрежесіне тоқталайық енді. Бірдің кез келген дәрежесі 1-ге тең. Қазір оны тексеріп көреміз. Қайтадан анықтамаға ораламыз. Бұл анықтамада көріп тұрғанымыздай, яғни кез келген санның n дәрежесін тапқанда сол санды n рет көбейтеміз. Ал енді 1-ді де тура солай жазып шығайық. 1-ді n рет. Мына жерде n рет қайталанады. Ол деген сөз 1-ді 1-ге көбейтсек 1, 1-ді 1-ге көбейтсек 1, осылай жалғаса береді. Сондықтан 1-ді n рет көбейткенде ол бәрібір 1 шығады. Яғни жоғарыдағы қасиет орындалып тұр, екінші қасиетіміз. Енді негіздері бірдей дәрежелерді көбейту. Яғни үшінші қасиетке оралайық. A-ның n дәрежесі көбейтілген A-ның m дәрежесі тең болады екен. A-ның n қосылған m дәрежесі. Негіздері бірдей дәрежені көбейткенде негізі сол күйінде жазылып, дәреже көрсеткіштер қосылады. Яғни 2-ның кубы көбейтілген 2-ның квадраты. Бірінші дәрежеге қарайық. 2-ның кубы деген сөз 2-ні 3 рет жазып аламыз. Міне, мына жақшаның ішінде. Ал екінші дәреже 2-ның квадраты деген сөз 2-ні өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. Бұл жерде дәреже ешқандай рөл ойнамайды. Сондықтан бұл жерде 2-ның 2-ден қарап тұрсақ 5-еу бар. Соны бүйтіп жазып аламыз. Яғни 2-ның 5 дәрежесі. Енді қарайық. Бұл 5 деген сөзіміз 2 қосылған 3-ге тең. Бастапқы берілгенде дәрежелер. Мұны қарасаңыздар, 3-ші қасиет орындалып тұр. Енді 4-ші қасиет. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлгенде, негізі сол күйінде жазылып, дәреже көрсеткіштер алынады екен. Мысал ретінде қарастырайық. 3-дің 8 дәрежесі бөлінген 3-дің 5 дәрежесі. Бұл тең болады екен. Қараңыздар, 3-дің 8 дәрежесін бөлшектің алымына жазып алайық, 8 рет жазамыз 3-ті. Ал 3-дің 5 дәрежесін бөліміне 5 рет жазамыз. Енді бұларды бір-бірінен қысқартқан кезде алымында 3-дің 3-еуі ғана қалады. Яғни ол деген сөз 3-дің 3-еуі деген сөз 3-дің кубы деген. Енді қараңыздар, 3-дің кубы қаяқтан шығып жатыр біз? 3 дегеніміз 8 алынған 5-ге тең. Міне, біздің 4-ші қасиетіміз орындалып жатыр. Енді 5-ші қасиет, дәрежені дәрежелеу. Міне қарасаңыздар, дәрежені дәрежелегенде негізі сол күйінде жазылып, A-ның өзі жазылады да, дәрежелері бір-біріне көбейтіледі. Мысал ретінде, 2-ның квадраты, оның сыртында 3 дәрежесі. 2-ның квадраты деген сөз 2 көбейтілген 2. Оның сыртында кубы бар. Енді қараңыздар, 2 көбейтілген 2-ден біз 3 рет жазып аламыз. Осы жақшалардың бәрін алып тастасақ, өйткені оның ешқандай рөлі жоқ.
Ал мына жерде 2-ден 6 рет бар. Сондықтан 6 дәреже деп аламыз. Ал енді бұл 6 қайдан шығып жатыр? Мына 2 мен 3-тің көбейтіндісіне тең екен. Бұл деген сөз біздің 5-ші қасиетіміз орындалып жатыр. Енді көбейтіндіні дәрежелеу. Көбейтіндіні дәрежелегенде көбейткіштердің әрбірі берілген дәрежеге дәрежеленеді. Яғни мысал ретінде 2 көбейтілген 5, оның кубы. Осы өрнекті 3 рет жазып алайық бірінші. Қараңыз, 2 көбейтілген 5 3 жақша ретінде жазып алдық. Бұл жерде де жақшаның рөлі жоқ, тек қана ол бөлек-бөлек екені көрініп тұрсын деген мақсатта ол. Енді қараңыздар, жақшаларды ашып бастадық мына жерде. Енді осы 2-лерді бір бөлек жазамыз, 5-терді бір бөлек жазып алайық. Қараңыздар, 2-ден 3 екен, 5-тен 3. Яғни бұл деген сөз 2-нің кубы көбейтілген 5-тің кубы. Міне біздің 6-ші қасиетіміз орындалып жатыр. Кейде бұл қасиетті бізге керісінше қолданған тиімдірек болады. Енді мен қазір осы бір ғана мысалмен шектелейін. Енді 7-ші қасиет бөлшекті дәрежелеу. Бұл бөлшекке қарасаңыздар, бұрыннан білесіздер, бөлшектің бөлімінде 0 болуға болмайды. Сондықтан b 0-ге тең емес деген шарт қойып аламыз. Бөлшекті дәрежелегенде бөлшектің алымы мен бөлімі берілген дәрежеге жеке дәрежеленеді. Енді 3-ның 2-ні кубы дейді. Бұл бөлшекті, яғни 3 рет өз-өзімен көбейткенге тең. Сол үшін бөлшекті 3 рет жазып алайын мына жерде. 3-тен 2 көбейтілген 3-тен 2 көбейтілген 3-тен 2. Ал енді бөлшектерді бір-біріне көбейту амалын еске түсірсек, бұл жерде қарасаңыздар, былай жазып алуға болады. Алым мен алым көбейтем, бөлім мен бөлімін. Сондықтан алымында 2-ден 3 бар, бөлімінде 3-тен 3 бар. Сондықтан 2-нің кубы, бөлімде 3-тің кубы. Бұл деген сөз 7-ші қасиет орындалып тұр. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.